Қайырлы күн достар, сіздермен бірге Салтанат Құрманқызы. Бүгін біз бантик тоқуды үйренетін боламыз. Бантикқа кез келген жіппен крючокты аласыздар. Менің қолымдағы жіп Alize Lana Gold. Алдымен бір петля жасап аламыз. Содан кейін өздеріңізге қажетті үлкендікте бантиктің формасын білсеңіздер болды. Маған қажетті 14-16 сантиметр. 14-16 петлядан тұратын бантик. Қазір мен 14 петля жасап алам. Петля жасап алғаннан кейін бантикті әрі қарай 4 бұрышты болғанша тоқи береміз. Маған өзіме қажетті осындай жеткілікті өзіме қажетті алдым. Енді бір петля көтереміз. Петля подъема деп аталады. Және әрі қарай екінші рядты бастаған кезде бірінші тоқыған жаңағы петляларымыздың қабырғасынан бір петля іліп аламыз осылай. Дәл осылай қабырғаларын көтеріп петля без накида тоқимыз. Дәл осылай айналдырып отырып, басында әрбір рядты бастаған кезде тек қана петля подъема қоюды ұмытпасаңыздар болды. Дәл осылай 10 немесе 11-12 өздеріңізге қажетті биіктікте тоқи бересіздер. Достар, және де менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Тағы да жаңадан басқа видеолар түсіріп салатын боламын. Және де менің инстаграм парақшама жазылып қойсаңыздар болады. Қолөнер креатив. Қазір осыны астына қалдырып кетемін описанияға. Екінші рядты тоқыдым. Енді петля подъема жасап, үшінші рядты дәл солай столбики без накида тоқи береміз. Столбики без накида тоқыған кезде екі петлядан бірдей өткізіп отырамыз. Бір петлядан ғана тоқымаңыздар. В раскол өткіземіз. Екі петлядан крючогымызды екі петлядан өткіземіз. Ар жағындағы жіпті іліп алып, жұмыс жіпінен өткіземіз. Дәл осылай өздеріңізге қажетті биіктікте тоқи бересіздер. Мен қазір қажетті биіктікте тоқығаннан кейін қайта оралатын боламын. Достар, мен қажетті биіктікте тоқып шықтым. Енді әрі қарай обвязка жасайтын боламыз. Обвязка бұрышына бір тесікке екі петля жасауды ұмытпаңыздар. Сонда біздің бұрышымыз жиырылмайды, қайырылмайды. Тек қана осындай формасын ұстап тұратын болады. Және де обвязка жасап шығамыз. Обвязка ол бізде шеттері әдемі болып қайырылмау үшін жасалады. Обвязканың жасау үшін петляны тесіктен өткізіп іліп алғаннан кейін крючокты айналдырып отырамыз. Крючокты бір рет айналдырамыз, жіпті шығарамыз, қайтадан
тесікке крючокты өткіземіз, жіпті іліп аламыз, шығарамыз. Тек қана тартып тоқмаңыздар, кішкене бостау тоқсаңыздар, әдемі шығады обвязка. Бұл обвязка рачий шаг деп аталады, мүмкін білесіздер, мүмкін білмейтіндеріңіз бар араларыңызда. Жасап көріңіздер, өте әдемі, ыңғайлы және жеңіл. Осылайынан шеттерін 4 жағында осылай обвязка жасап шығамыз, тек қана бұрыштарына 2 петля жасауды ұмытпаңыздар. Міндетті түрде 4 бұрышына 2 петлядан бір тесікке жасап отырасыздар. Сондай кезде бұл бұрыштың шеті әдемі болып шығады және формасын ұстап тұрады. Неге достар, мен қажетті формасын жасап алдым. Обвязка жасап шықтым. Енді қалып қойған мына жіптің шетін алып арасынан өткізіп жібереміз. Өткізіп жібергенде біз оны тоқма заттарды тігуге арналған жіптің иненің көмегімен жаңағы жіпті өткізіп аламыз да, арасынан тоқманың арасынан жаңағы тоқып шыққан обвязканың араларынан жіпті жасырып жібереміз. Осымен біздің бантигіміз аяқталды. Бантик өте оңай жасау. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Салтанат Құрманқызы. Және де менің каналыма жазылып, тағы да басқа видеолар шығады. Сол кезде көру үшін колокольчикті басып қойыңыздар.